Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Ал біздің студиямызда қонақта заңгер Нұржан мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Жалпы жаз мезгілі аяқталса да шетелге демалуға ағылып жатқан жандар толастар емес. Заңгер ретінде ондай жандарға қандай ақыл кеңес бересіз? Демалыс турын рәсімдегенде ең бірінші кезекте неге мән берген дұрыс? Біздің отандастарымыздың бәрі демалыс алса болды. Шетелге барып демалғанды қазір енді сәнге айналып кетті. Сондықтан енді көп азаматтарымыз, осы қазақ отандастарымыздың барлығы мына жарнамаларға сеніп, өздері бар осыны билетті алдын ала алып жатады. Басты бірінші кезекте бізде қай мемлекетке баратыны анықталғаннан кейін, бірінші кезекте тур агентствоның мына жұмыс жасау уақытын жақсылап мән беру керек, және де олар осы уақытқа дейін жаңағындай қара тізім дейді ғой, черный списокқа ілінген бе ол агентстволар. Бұрын соңды бұндай жаңағы халықпен жұмыс қаншалықты бұл, қанша пайызы мысалы халықты бұл шетелге апарып жатыр. Осы мәселелерге басты мәселе көңіл бөлу керек. Сонда ғана бұл азаматтарымыз кішкене енді өз-өздерін сақтандырып жатады да. Нұржан мырза, сөзіңіз аузыңызда, өзіңіз айтып кеттіңіз, қара тізім деп. Ол қара тізімді қарапайым халық қайдан көруге болады? Қарап отырса, интернет желісінен ақ байқауға болады. Мысалы, қазір тізімдер көп қой. Мысалы, соның ішінен өзі қарап отырып, немесе өзінің жаңағы жылда барып жүрген өзінің құрбысы болуы мүмкін, таныстары болуы мүмкін. Солардың қай агентстволармен жұмыс жасап, соларға қарап кішкене көңіл бөлген дұрыс. Әйтпесе бізде көбіне жаңадан шыққан авиакомпаниялар немесе турагентстволар қалады да, аса атағы жоқ, несі жоқ. Соларға барып кейде ұрынып жатады, өйткені олардың жаңағы ақшасы кішкене арзандау дейді. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, былай қарағанда логикалық тұрғыдан қараса да, ақшасы арзан нәрсе оның артында бір кішкене күмән тудыруы мүмкін. Көп азаматтарымыз соған қызығады да, артынан сосын сан соғып жатады. Жарнамада жарқырап тұратын қонақ үйлер барған кезде ондай болмай шығуы мүмкін. Ондай жағдайлар көп кезде жатады. Сол кезде жаңағы демалушылар жарнамадағы жаңағы қонақ үйді талап ете ала ма? Ол қаншалықты заңды болады? Яғни көңілден шықпаса, айтқанды көрсеткен суреттегідей болмаса деген сияқты. Бұндай жағдайда толығымен материалдық және моральдық жаңағы шығындардың бәрін тур агенттерден, тур операторларынан, агентстволардан талап етуге біз құқылы заң бойынша. Бірақ та енді жаңағы көптеген жағдайда бізде енді осы уақытқа дейін тек қана адамдардың, әрбір азаматтардың денсаулық жағына қара сақтандырылып жатады да, тек қана. Басқандай жақтары әлі сақтандырылмаған. Сондықтан енді қазір осы мәселе көтерілді, заң саласынан бұл қарастырылып, кез келген жеке азаматтардың өздері сақтандыру шараларын жасайды. Содан кейін мына тур агентстволардың өздерін сақтандыруға жасау керек. Өйткені көрдіңіздер ғой, қандай жағдайларға тап болып жатыр да. Тур агентстволардың өздері білмейміз бұндай жағдай, өйткені шет мемлекет, ол жақтан қазір ешкімге жауап бере алмайды. Қазір сенім жоқ қой. Сондықтан бұны осы мәселеге байқап, жақсылап, көңіл бөліп, қадағалаған дұрыс. Демалушылар тур операторлардың, яғни туристік агенттіктердің қандай құжаттарына көңіл бөлу керек? Енді басты мәселе бұл жерде мына тур агентстволармен жаңағы құжаттарды рәсімдеген кезде нақтылы мына жаңа өздерімен араларында келісімшарт жасалады. Мысалы, соған жақсылап мұқият оқып шығу керек. Оқып шығып, қандай нәрселер жазылған. Бір жағынан енді азаматшаларымызды, осы отандастарымызды түсінуге болады. Өйткені жаңағы шарт жасасқанда бәрі жақсылап жасалған сияқты, енді мән бермейді ғой көп адамдар. Сосын шетелге барғанда мынандай жағдайға ұшырап жатыр. Енді бұдан былай тур агентстволарымыздың өздері де көңіл бөлетін болады бұндай шаруаға. Өйткені бұрын соңды бұндай болмағандықтан сеніп, таза адамгершілікпен сеніп кеткен бекен, енді бұл жағын қазір даже үкімет тарапынан қазір осы мәселені көтеріп жатыр. Өйткені азаматтарымыз көп бұндай алданған. Сондықтан бұл мәселеге жақсы қатты көңіл бөлген дұрыс. Рахмет көп Нұржан мырза, сізге жаңа күн табысты болсын дейміз. Рахмет.